Үнін де ұқпайсың. Bir күрүйге келсең, баяғы енен мейірімді үрі жоқ. Алтыным келдің бе? Алдыға кетейін, садаға болайын жоқ. Анын баяғы жылмайған, қуаныш менен күтіп алған, жүзін де көре алмай қаласың. Бірақ ененің қадір барқын ұрматы мұсылман бір туған, жоғалтқан күнін білесің. Ал бұл дүниеден көз жұмған күні білесің. Тирүүндө қадір барықтағын. Bir ғана 8 мартта башқаларды урап, қиын болбағын. Ишенбейсің бе? Жаныңда классташың бар, досың бар. Енесін жоғалтқандан сұра қадір барқын. Жаныңда да сұрайшы. Ененің қадір барқы қандайды? Бүгін Чашты Бешенға аялыңның қызматындасың. Қантып қуансам, қантып разылығын алсам деп. Үйіне барған кезде Меккені Уммул Құра дейді, шаһарлардың енесі дейді. Не үшін? Бардық шаһардың дүниежүзідегі мұсылмандарды құшағына батқырып біріктірген үшін. Ене бар кезде ененің үй болады, барымызды батқырған. Bir туғандарды топтаған ошо ененің мейірі болады. Сұрағыла урматты мұсылман бір туған. Шыққаннан кейін қара, досым Айшенем жоқ, қандай болады дейді. Үмітігім не деген? Енең тірі болса не қылатылың деген? Енеге қызмат қылмаған, қадір бартамаған, о күнәкөр менде. Намазını қаза қылған деген жоқпын. Енені қадір бартай алмаған, сыйла алмаған, Құдайдың бұйрығын атқармаған, о күнәкөр менде. Азыр Құдайға сөз бер. Алланың үйіне келдің, тізе бүгіп жаратқанға жалбарып айтқын. Аллахым, мен иншалла өткенге чейін сыйлаймын, қадір бартаймын, алқыш батасын аламын. Мен қалған өмірімді енемді разылық үшін арнаймын. Фахал жазаул ихсан илля ихсан. Жақшылықтың сыйы жақшылық менен қайтпай бы? Жақшылыққа жақшылық қылбайсың бы?